Сара, не хабар? Аман келдіңіз? Хабар жоқ. Бәрі аман, рахмет. Кешеуден неге кеттің деген дұрыс бола ма, әлде кешеуден неге сені шығарып жіберді деген дұрыс бола ма? Кешеуден неге кеттім? Өйткені өзімде жаңа личный дейді ғой, сондай өзімді физически, морально болғаннан кейін кеткім келді. Сондықтан бір күні өзім ойыма сол нәрсе тура келгеннен кейін өз-өзімді жинап, собралась дегенде бағым мақсатқызына келіп айттым, осылай кеткім келеді. Өйткені білмеймін, бір өзім бір ауырып жүрдім ба, бір какой-то бір стресс болды ма, сондай бір өзімнің өмірімде ол мен адамдар сөгіп кетпейді деп ойлаймын. Өйткені әр адамның өзінің жаңағы жеке өмірі, проблемасы дейді ғой өмірінде. Сондай бір зат болған сияқты менің өмірімде какой-то бір моральный стресс. Неге аяқ астынан рэп оқып кеттің? Үмілдеді, жүректерді кірлетеді, әшеке кейпіңе көріп береді. Аяқ астынан рэп оқып кеттің деген сұраққа негізінде мен өзім рэпке олай құмарлығым жоқ еді. Одан кейін Бағым Мақсатқызы маған келіп кешуға кірер алдын айтқан болады. Сара, сен рэп жаттап жүр деді. Негізінде рэп тыңдап жүретін, жаттайтын деген ойымда болмаған. Сосын попробовала, получилось дегендей, ол зат енді прям мен күшті рэп читать етемін дегендей ондай емес сияқты. Бірақ егер де маған бір рэп ұнаса, мен оны жаттап аламын. Ағылшынша болсын, қандай тілде болсын, маған ол прям Қиын емес. Қиын емес. Қиын емес, иә. Қазақ шоу-бизнес Қазақ шоу-бизнесінде неге барлығы бір-біріне сын айтуға қорқады? Сын айтуға қорқады. Ол тек менің ойымша шоу-бизнесте емес, ол өзіміз қазақ болған екен сондай сияқты. Өйткені бір-біріміздің туысқандары болсын, үйде болсын, бір-бірімізге сын айтсақ, біз кәдімгідей жынданып кетеміз, ашуланып, жаңағы ұрысып қаламыз. Болмаса адамдар бар, жаңағы сол бойы ренжісіп қалмай, өмір бойы сөйлеспей солай кететініне. Өйткені біз негізі сынды көтере алмаймыз барлығымыз. Өйткені ондай бар. Мен өзімде сын көтере алмаймын, кейде болады, оны көтеру керек, оны жаңағы бір сырт көзге бір айтады ғой, бір милы болып, кішкене бір халыққа ұнау үшін дейді, жаңағы мінезіңді көрсету деген ол үй жақта болып, үй ішінде болатын зат қой, сондықтан да әркім оны көрсете бермейді. Қалай ойлайсыңыз, шоу-бизнестен қандай әнші кету керек деп? Шығып кетсін ба? Мәссаған, шынымды айтсам мен шоу-бизнесті білмейді екен көбісін. Бірақ осы әнші кету керек деп мен ешкімді айта алмаймын. Ол кісілердің өздері жаңағы ойнап жүрген жоқ қой. Ешкім еріккеннен жүрген жоқ. Біреудің арманы. Болады кейде бір қарап тұрып, ішінен айту мүмкін да, адамдардың өздері мәні неғып айтып жүр. Мысалы, мен де айту мүмкін, басқа біреуді айтып жүр. Бірақ оның өзінің арманы шығар, ол бірдеңесін дәлелдегісі келетін шығар, я захочу и сделаю деген сияқты. Қазір Қазақстанда YouTube дамып жатыр. Жалпы YouTube'да қандай каналдары, кімдерді көресің? Шынымды айтсам, мен негізі осы кешуде жүргенде бізге бір жыл запрет қойған болатын. Не то, что запрет, это как бы Инстаграмда отырмау, WhatsApp'та отырмау деген. Ол негізінде маған қатты әсер етті өзім өміріме. Мысалы, бұрында Инстаграмда бір кіріп кетсем, ойба деп жаңағы 5-6-ға таңертең кіріп кетесің ғой. Сондықтан да YouTube деген каналдарды көрмеймін, шынымды айтсам. Менің племянницам бар, кішкентай, сонымен көреміз. Бірақ олар мен сол просмотрдан жаңағы ақша жинап, одан кейін ақша жинап байып кеткен адамдарды көріп естіген кезде мен өте шок болып, сосын племянницаме айтқым келді, давай саған да бір канал ашамыз деген сияқты, иә. Жалпы өзің хайпқа қандай анықтама берер едің? Хайп деген нәрсені мен шынымды айтсам осы жылы ғана білдім. Не екен? Ол сөздің мағынасын әлі де түсінбеймін, шынымды айтсам. Өйткені хайп деген білмеймін, оны қалай жасау керек екенін жолдарын білмеймін да, ол мысалы өтірік нәрсе ма, сондай бірдеңе ғой да. Білмеймін, енді өзінің атын шығару болатын болса, прям ол хайп керек болса, ол любой адам жасай алатын сияқты. Шынымды айтсам, ол сөздің вообще мағынасын түсінбеймін да, шынымды айтсам, кешіріңізші. Қыздың сұлулығы деп нені есептейсің?
өзімді деп қойдым. Да, я королева. Жоқ, қыздың сұлулығы деп анау былай айтқым келмейді, әдептілігі деген сияқты рас. Қыз қылығымен дейді ғой. Еліктің ылағы, үркім жүр, ай. Сол, мысалы, қазіргі заманда өзімізді көрсете алмаймыз, мысалы. Қазір бір проблема болып кетті. Адам қазіргі жастарда, қазіргі біздің үлкен проблема ол өз-өзімізді жаман жақтан болмаса, жаман емес, мы по-другому себя показываем. Мы хотим понравиться человеку, так сделать, чтобы біз кейде ошибкалар жасаймыз, да? Сондықтан да менің ойымша, әр қыз болсын, жаңағы әйел баласы өзін тәрбиелікте ол. Воспитание это в первую очередь, потому что егер воспитание болмаса, менің ойымша сұлулықтың да, жаңағы ойында ол бәрі ештеңе болмай қалады да. Сондықтан да какая ты есть, так и надо вести себя, но воспитание это самое главное. Жалпы Қазақстанда қазір кино дамып жатыр, қазақстандық кино. Соның ішінде ең өзіңе ұнаған кино қандай кино? Соңғы шыққанда маған бизнес по казахски ұнады. Головкинің ударын беретін көже, пирожки, дәу. Прям екі сериясы да шықты да? Мороженое, супер оригинал, давлением ташниғат, фигураның мощниғат. Сол екеу қатынады, өзіміздің кәдімгі қазақи приколдары болды да негізінде. Сара, қазір мен саған адамдардың аттарын айтам, соған өзіңнің ассоциацияңды айтасың. Нұржан Керменбаев. Қарабала. Бауыржан Исламхан. Еркежан. Почему-то әйел есіме. Қыдырәлі Болманов. Қарақат Абидина. Сразу. Төреғали. Это не скандальный какой-то. Скандальный. Баян Есентаева. Самая обсуждаемая на это 2017 года женщина. Сәкен Майғазиев. Она деген әні сразу. Аслана. Алеков. Мамасының баласы деген. Жоқ, ол очень талантливый. Назима. Девочка Шымкентта. 13 район. 13 районда. Олай болса, Сара, сұхбат бергенге рахмет. Біздің селфи сұхбаттың көрермендеріне өзің тілегіңді айта кетсең. Көп рахмет сізге де, өте қуаныштымын. Маған өзіме өте қызық болды, жеңіл болды. Көрермендеріме селфи бағдарламасын көріңіздер, қызықты. Сізге рахмет. Қашық, сізге рахмет. Көрермендеріңіз көп. Қош, сау болыңыздар.